өз күшіңді әулетің арқылы білуге болады екен. Кеше ғана тойда, ауылда бір інімізді ұзаттық десе болады, бір інімізді үйлендірдік. Контентке, әлеуметтік желіге шыққаннан кейін, оны жүргізетін бірден бір құралы сөйлеу ғой. Сөйлеу қабілеті, жеткізе білу қабілеті. Демек, сен сөйлей аласың, контентті жүргізе аласың, соның аясында қабілетің сол болып тұр ғой. Дұрыс, иә. Менің қабілетім сол. Ал енді әулетің арқылы білу дегенім, кеше той домалақта сөз сөйледік. Әулеттің немерелері шығып, таза жастар дейді ғой қазір. Шықтық, сөйледік. Не деген тілектер кетіп жатыр ана жерде. Не деген сөздер кетіп жатыр ана жерде. Не деген әдеби сөздер, не деген подача, актерский мастерство. 18 жастан бастап 40 жасқа дейінгілері бірінен бірі асып кетіп жатыр ғой тілектеш. Іні бауырларым, әпке қарындастарым деген сияқты. Соны сырттан қара бақылап тұрдым да ойладым. Біздің әулеттің күші осыда екен дедім. Сол сияқты әрбір қазақтың даласында әрбір әулетте бір қабілет болады. Әрбір адам баласының бойында қабілет болады. Ал әулетпен ол тіпті айқындалады екен ғой. Сен менің бойымда қандай қабілет бар деп қиналдың ба? Әулетіңе қара да. Иә, керемет. Әулетің саған айтады. Саған туыстарың айтады. Өйткені бір қан ғой. Бір чит код. Прошитый ол. Ол бұзылмайды ешқашан. Көрдіңіздер ме? Кровь не вода деп орыстар айтады ғой. Былжындап. Сол сияқты. Сондықтан айналайын. Қабілетіңді білгің келе ме? Туыспен ара қатынасты ешқашан үзбе. Бірге болыңдар.